Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қысқа арнап ассорти банкі жауып үйренетін боламыз. Яғни бір банкіға қияр мен қызанақты және де қызанақтың өзін бөлек жауып үйренеміз. Ол үшін қажетті заттар: қияр, қызанақ, қара бұрыш, аскөк, лавр жапырағы, сарымсақ, қант пен тұз және де 70% сірке қышқылы. Ең алдымен банкаларды стерилиздеп дайындап аламыз. Ол үшін олардың астына осындай қайнаған суды құйып, микроволновкаға саламыз. Осылай жатқызып салсаңыз болады. Одан кейін оның бетін жауып 3-4 минут бойы қыздырамыз. 3-4 минут өткен соң банканы орамалмен ұстап аламыз, себебі ол өте ыстық. Содан кейін оның ішіндегі суын төгіп тастаймыз. Осылай барлық банкаларды дайындап аламыз. Және де банканың қақпақтарын осындай қайнаған суға салып 15-20 минут қайнатамыз. Барлық банка мен қақпақты дайындап болған соң осылай оларды кептіреміз. Содан кейін қиярды дайындаймыз. Қияр бізде 1 сағат бойы суда тұруы қажет. Содан кейін оның суын төгіп, осылай екі жағынан кесіп тазалап аламыз. Содан кейін кепкен банкаларды алып дайындап қоямыз және де бәрінің ең астына аскөктерді, яғни укроптарды осылай орналастырып шығамыз. Барлық банкаға ең алдымен аскөктерді орналастырамыз. Содан соң әрбір банкаға 5-6 лавр жапырағынан орналастырамыз. Ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша, яғни мөлшерін азайтсаңыз немесе көбейтсеңіз болады. Содан кейін әрбір банкаға 2 тісше сарымсақтан салып шығамыз. Оның да мөлшерін дәміне қарай өзіңіздің қалауыңыз бойынша өзгертсеңіз болады. Содан соң әрқайсысына бұршақ қара бұрыштарды осылай жарты шай қасықтан салып шығамыз. Содан кейін банкаға қиярларды орналастырамыз. Оларды осылай тігінен орналастырсаңыз дұрыс болады. Мен ассорти банкаларды үшеуін жаптым, яғни қияр мен қызанақ араласқан 3 банка жабатын боламын. Сол себептен қиярларды 3 банкаға бөліп, осылай орналастырып шықтым. Мінекей барлық қиярларды орналастырып алдық. Енді үстіне қызанақтарды орналастыруымыз қажет. Яғни оны да сыйғанына қарай біреуіне шамамен 7-8 штуктан кетуі мүмкін. Осылай 3 банкаға да үстіне толтырып қызанақтарды саламыз. Барлық қызанақты орналастырдық, ассорти банкалар дайын. Енді тек қызанақтардың өзін жабамыз. Яғни сол мана дайындап қойған сарымсақ, аскөк, лавр жапырақтары салынған банкалардың үстіне тек қызанақтарды осылай видеодағыдай орналастырып шығамыз. Бір банкаға шамамен 10 шақты қызанақ кетуі мүмкін. Яғни ол банкаңыздың мөлшеріне байланысты. Мен тек қызанақтардан 3 литрлік 2 банка жаптым. Банкаларым қызанақпен толып дайын болды. Енді ассорти банкалардың үстіне қайнаған су құямыз. Яғни қайнап тұрған ыстық суды алып, тек қияр толып тұратындай етіп, қайнаған суды құямыз. Барлық банкаларға суды солай құйып шығамыз, яғни қызанақты батырмаймыз, тек қияр батып тұратындай етіп құюымыз қажет. Содан кейін олардың қақпағын жауып, 20-30 минутқа қалдырамыз. Ол уақыт өткенше қызанақтарды жабамыз, яғни қызанақтардың үстіне 1 ас қасық қант және де 3 ас қасық тұздан саламыз. Тұз бен қанттың мөлшері де өзіңіздің қалауыңыз бойынша өзгертсеңіз болады. Содан кейін 1 шай қасық сірке қышқылынан салып шығамыз. Және де қайнап тұрған ыстық суды құямыз, барлық қызанақ батып тұратындай етіп, яғни банканы толтырып құямыз. Содан соң банканың қақпақтарын жабамыз. Яғни бұл қызанақ салынған банкалардың ерекшелігі, олардың суын төгіп қайтадан қайнатпаймыз. Бірден бір суды құямыз да, одан кейін банканың қақпағын осылай закрывашкамен, яғни қақпақ жапқышпен арнайы жауып, бекітіп тастаймыз. Бұл қызанақ салынған банкалар дайын, оларды бір шетке қоя тұрамыз. Және содан соң 20-30 минут уақыт өткен соң ассорти банкілерді алып, олардың ішіндегі суын осылай қайтадан кастрюльге құямыз. Яғни бұл банкаларға суды қайнатып, қайтадан құюымыз қажет болады. Барлық суды құйып алған соң кастрюльді қайнатуға жібереміз. Су қайнағаннан кейін бұл банкалардың да қақпақтарын ашып, оларға да 1 ас қасық қант және де 2 немесе 3 ас қасық тұздан қосамыз.
Одан кейін 1 шай қасық сірке қышқылын қосып шығамыз. Және де жаңағы қайтадан қайнатқан суымызды алып, банкалар толып тұратындай етіп, барлығын құйып шығамыз. Яғни бұл жолы қызанақтардың да батып тұруы қажет. Содан соң олардың қақпақтарын жабамыз, және де арнайы қақпақ жапқышпен, яғни закрывашкамен осылай бұрап, ауыздарын бекітіп жауып қоямыз. Үш банканы да осылай жабамыз. Мінекей барлығы дайын болды. Енді оларды төңкеріп жылы жерге қоюымыз қажет. Яғни жерге немесе столдың үстіне осылай банкаларды төңкеріп қоямыз. Одан кейін олардың бетіне одеялыны жауып, жылы жерде бір күн ұстаймыз. Бір күн өткен соң банкаларды қысқа дейін қай жерде сақтайсыз, сол жерге алып қойсаңыз болады. Видео түсінікті деп ойлаймын. Ұнаса, лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Алдын ала көп рахмет.